Басыңа түскенге сабыр ет. Адамдарды менменсіп бетіңді бұрма. Дана және білгір адамдармен дос бол. Орынсыз жұмыстарға соқтығып абыройыңды төкпе. Мейірімді және кішіпейіл бол. Надан мен опасыз адамға жолама. Жақсы жұмысты тастама. Жүрісіңде орташа бір қалыпты бол. Қонаққа жұмыс бұйырма, және оның көзінше біреуге ашуыңды шашпа. Өзіңнің қор болмауыңды ойла. Өз наныңды басқалардың дастарханында жеме. Өзің үшін маңызды болмаған нәрселер жайында сұрақ берме. Адамдардың жақсылығына күншілдік қылма. Адамдардың көре алмаушылығынан сақтан. Шығындарыңды кірістеріңе қарай теңестір, және барлық жұмыстарыңда орташа бол. Кімге ақыл насихат айтсаң, алдымен өзің жүзеге асыр. Жаңа байығаннан қарыз алма. Аз сөйлеп, аз тамақтануды әдет қыл. Досыңды басыңа күн туғанда сына. Шын сөзді әзілге бұрма. Даусыңды бәсеңдет. Ескі ұрыс керісті есепке алушы болма. Біреуді екінші адамның алдында ұялтпа. Дүние көптеген адамдар қырылған түпсіз теңіз. Сен өзіңе тақуалық кемесін жасап ал. Ақ көңіл және дана кісілермен ақылдас. Адамдар әдемі сөздерімен мақтана берсін. Саған әдемі үнсіздігің жеткілікті. Күн шыққанға дейін ұйықтама. Ақымақтармен сөйлеспе. Екі жүзділермен араласпа. Себепсіз күлме. Мақсатсыз жүрме. Тойып тұрып ас ішпе. Қаражатты табысыңа қарай жұмса. Әйелге сенбе, және оған сырыңды айтпа. Көпшіліктің ақысын ойла, қиянат қылма. Бүгінгі жұмысты ертеңге қалдырма. Байлығыңды дос-дұшпанға білдірме. Қарапайым және кішіпейіл бол, бірақ өзіңді қорламауға тырыс. Бір үйге барғанда көзің мен тіліңе абай бол. Екі адам сөйлессе, сөзіне араласпа.
Өз сырыңды жасырын ұста. Адамдарды кемсітпе, жүзіңді бұрма. Кердейіп, жер басып жүрме. Үнсіз қалған өкінбейді. Сөз күміс, үнсіздік алтын. Асқазан толғанда ойың ұйықтап қалады. Ақиретіңе зиян жеткізетін дәрежеде дүниеге берілме. Адамдарға жүк болатын дәрежеде дүниені ұмытып қойма.